Саламатсыздар ма студенттер? Сіздердің назарларыңызға есеп және аудит мамандығы бойынша қаржылық есеп пәнінен сабағымды ұсынамын. Ақтөбе жоғары политехникалық колледждің арнайы пәндер оқытушысы Есетова Мира Климовна. Сабақтың тақырыбы кассадағы ақша қаражаттарының есебі. Жалпы нарықтық экономикада кәсіпорындар арасында есептесу екі нысанда жүргізіледі. Ол қолма-қол ақша төлеу нысанында және банк жүйесі арқылы қолма-қол ақшасыз аудару жолымен. Ақша қаражаттарының есебі жалпы 10-шы бөлімшенің шоттарында есепке алынады. 10-10 кассадағы ақша қаражаты, 10-20 жолдағы ақша қаражаты, 10-30 ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты, 10-40 корреспонденттік шоттарындағы ақша қаражаты, 10-50 жинақ шоттарындағы ақша қаражаты, 10-60 пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаты, 10-70 электронды ақша қаражатын есепке алу, 10-80 өзге ақша қаражаты, 10-90 ақшалай қаражаттардың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві. Жалпы касса есеп айырысу операцияларын банк арқылы өткізу мемлекеттік заңды тұлғалардың қаржы шаруашылық қызметін бақылау жасауына мүмкіндік береді. Касса бұл қолма-қол ақшалар мен өзге құндылықтарды қабылдауға, беруге және уақытша сақтауға арналған арнайы жабдықталған оқшауланған бөлме. Касса операцияларын орындау кассирге жүктеледі. Кассир материалдық жауапты адам. Ол материалды жауапты адам болып табылады да, онымен толық материалдық жауапкершілік шарты жасалады. Ережелерді мүлтіксіз орындауға міндетті болады. Ол касса операцияларын жүргізу тәртібімен таныс болуға тиіс. Осыдан кейін ғана материалдық толық жеке дара жауапкершілігі онымен шарт жасалынады. 10-10 кассадағы ақша қаражаты шоты. Онда кассадағы ұлттық және шетел валюталарымен ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады. Қазақстан Республикасының ұлттық банкісі бекіткен кассалық операцияларды жүргізу тәртібіне сәйкес жүргізіледі. Касса мына суреттерде көріп тұрғандардай бөлек оқшауланған бөлме және де міне кассада жауапты тұлға, касса аппараты болады және де осы арада жаңағы кассадан алынған ақшаны дәл осы арада санап алу қажет. Кәсіпорындар мен ұйымдардың кассасы жұмысшы қызметкерлерге есептелінген еңбекақы бойынша есеп айырысу үшін, күнделіктегі көлік құралдарына қажетті шығындарға жанармайға төлеп отыру үшін, кеңсе тауарларын сатып алу үшін, сондай-ақ ұйымның хат және басқа да құжаттарды пошта арқылы жөнелту үшін есеп айырысуға арналған. Касса арнайы жабдықталған, яғни дабылдама, дыбыстық белгілер, сигнализация орнатылған және ақшаларды сақтайтын сейфі бар бөлмеде орналастыруды қажет етеді. Міне суретте кассадағы сейфті көріп отырсыздар. Мінекей кассада құжатын беріп, содан кейін барып кассир оған тиісті ақшасын береді. Құжат рәсімдеу арқылы. Касса есебі касса кітабында жүргізіледі. Мына суретте міне кассалық сейф көрсетілген. Касса қолма-қол ақшалар мен өзге құндылықтарды қабылдауға, беруге және уақытша сақтауға арналған, арнайы жабдықталған, яғни едені мен төбесінен ешқандай адам кіре алмайтындай етіп жабдықталған, терезесі мен есігіне темірден тор қойылған және дыбыстық белгі беретін қондырғылар орнатылған, түрлі материалдармен қапталып жасалған бөлмеде орналастыруды қажет ететін оқшауланған үй-жай. Касса операцияларының есебін орындау кассирге жүктеледі. Касса қызметкері кассир толық жауап береді. Касса есебіне, кассадағы ақшаның түгелдігіне, жұмысқа деген немқұрайлық пен салықтық салдарынан кәсіпорынның субъектісіне шеккен зардабына. Демек, зардап шекпеу керек кәсіпорын. Кассирдің жауапкершілігі тілсіз. Әдейі қасандықпен немесе арам ниетпен істелген әрекет негізінде кәсіпорынға, ұйымға келтірілген шығындарға.
Кассирге өз міндетін басқа біреуге орындау үшін беруге қатаң тыйым салынған. Мекеме басшысы кассаны кенеттен тексеріп отыру үшін комиссия құрып, оның уақытын белгілейді. Ондай тексерулер 90 сайын кем дегенде бір рет жүргізілуі тиіс. Кассалық операцияларды жүргізу үшін міндетті түрде кіріс пен шығыс ордерлерін тіркейтін журнал мен кассалық кітап ашылып, толтырылып отырады. Олардың парақтары номерленіп, тігіліп, кәсіпорынның мөрі басылып, жауапты тұлғалар қол қояды. Кассалық кітапты жүргізу мен кассирдің есебін машинограмма түрінде рәсімдеуге болады. Неке кассалық кітаптың мынау бланкісі, бір беті, ол номерленіп және тігіліп, жаңағыдай кітап түрінде болады. Және де бұл құжатқа жаңағы кіріс касса ордерлері, шығыс касса ордерлері тіркеліп, жазылып, сомалары, корреспонденцияланатын шоттары жазылып, және күннің аяғында кіріс пен шығыстың жиынтық сомасы есептеліп, соңғы күннің аяғындағы соңғы қалдық есептеліп отырады. Кәсіпорындар мен ұйымдардың касса операцияларын құжаттау жалпы кіріс касса ордері кіріс операцияларына және шығыс операцияларына шығыс касса ордері толтырылады. Кәсіпорындар мен ұйымдар өздерінің есеп айырысу шотынан нақты ақшаны сол есеп айырысу шоты ашылған банк мекемесі берген чек кітапшасы арқылы ғана алады. Банк мекемесінен нақты алу үшін кәсіпорынның касса қызметкері чек кітапшасындағы парақты толтырады. Бұл чек парағын толтыру барысында чекке банк мекемесінен алынғалы отырған, яғни кәсіпорынның жұмсауы тиісті нақты ақшаларының сомасы және бұл соманың қандай мақсатқа жұмсалғандығы жазылып көрсетілуі тиіс. Толтырылған чекке кәсіпорынның бас бухгалтері мен басшысы қол қойып, сол ұйымның мөр таңбасы басылады. Барлық толтыруға тиісті ақпарат толтырылмағанша чекке қол қоюға болмайды. Сонымен қатар чекке лауазымды адамдардың, яғни қол қоюға тиісті адамдардың қолы қойылмаса, екі адамның қолы қойылмайынша, ол кәсіпорын басшысы және бас бухгалтері мөр басуға рұқсат етілмейді. Кәсіпорындар мен ұйымдардың касса қызметкері банк мекемесінен нақты ақша аларда банк бақылаушысының қатысуымен ақшаны санап алуы тиіс. Сонымен қатар банк мекемесінен алынған нақты ақша сол алынған күні кәсіпорындар мен ұйымдардың кассасына кіріске алынуы керек. Ол үшін кассир кассалық кіріс ету ордерін толтырып, содан соң оны кассалық кітапқа жазады. Кәсіпорынның кассасына қолма-қол нақты ақшаны кіріске алу, яғни қабылдау үшін бас бухгалтердің немесе ол сенім білдірген адамның кассалық кіріс ету ордеріне қол қою керек. Және ақша төлеген заңды немесе жеке тұлғаға осы толтырылғаннан кассаның кіріс ету ордерінің квитанциясы беріледі. Осы нақты ақшаны кассаға қабылдау барысында толтырылатын кассалық кіріс ету ордеріне ұйымның аты, ақша төлеуші, заңды немесе жеке тұлғаның аты жөні, қандай мақсатқа және не үшін ақша төлеп жатқандығы, сол ақшаның төленген уақыты, күні, айы, жылы жазылып, кассир мен бас бухгалтердің қолдары қойылуы қажет. Кіріс касса ордерінің мынау пішін формасы, бланкісі, және де бұл арада қабылданған соманың міндетті түрде жазбаша жазылады. Қанша ақша қабылданғаны. Және де бас бухгалтер мен кассирдің қолы қойылады. Және квитанциясы ортасынан бөлініп, арадан линия отреза деп аталады. Осы арадан бөлініп, мына квитанция мөр басылып, арадан мөр басылып, төлеген адамға беріледі. Ал кіріс касса ордері кассирге қалатын құжат. Кассалық ордерлердің номері жыл басынан реттеліп, журналға қойылып отырады және номерленіп отырады. Қажетті бастапқы құжаттарға мекеме басшысы мен бухгалтердің қолы қойылғаннан кейін ғана кассалық құжаттар рәсімделеді. Кассалық ордерлер мен ақшаны қабылдау және беру тек қана құжат жасалғаннан күні іске асырылады. Мекеме басшысының рұқсаты бар ма, жоқ па? Осыны анықтап алу керек кассир. Кассалық ордерді алғаннан кейін кассир тексереді осыны.
Бас бухгалтердің қолы бар ма жоқ па? Қосымша құжаттардың дұрыс толтырылуын және де қарап тексеріп алады кассир. Және міне кассадан берілетін ақшаға шығыс касса ордері толтырылады. Бұл арада да міне қандай міне касса шоты, 10-10 шоты кредиттеледі және дебетке корреспонденттік шот қойылады. Сомасы жазылады және сомасы міндетті түрде жазумен да жазылады сол сома. 58.880 теңге деп жазылады. Және бас бухгалтермен кәсіпорынның басшысы мен директордың қолдары қойылуы қажет. Содан кейін барып шығыс касса ордеріне жаңағы берілетін, осы ақша берілетін адамның қолы қойылады. Содан кейін барып қана кассирдің қолы қойылады. Қолма-қол ақша бойынша жүргізілетін операциялардың дені мекемеге қызмет көрсететін банктегі есептесу шоты арқылы іске асырылады. Кассирдің есебімен рәсімделеді, банк құжаттарымен рәсімделеді және шығыс касса ордерлері банк түбіртектеріне және банкке ақшаның толық көлемде өткізіліп тұрылуы осы арадан тексеріліп отырылады. Кассадағы операциялар. Қандай операциялар жүргізіледі және қандай корреспонденциялар құрылады. Операция мазмұны. Кассаға банктік шоттан ақша түсті. Дебетінде 10-10 шоты, касса шоты, кредитінде 10-30, ол есеп айырысу шотындағы ақшалар шоты. Дебетінде 10-10, кредитінде 60-10, ол өнімдерді, тауарларды қолма-қол ақшаға сату кезінде жасалатын проводка. Ал кассаға есеп беретін тұлғалардан қайтарылған ақша түскен кезде дебетінде 10-10, кредитінде 12-51. Ол есеп беретін тұлғалардың дебиторлық берешегі шоты. Түгендеу нәтижесінде анықталған жетіспеушілікті өтеу дебетінде 10-10, кредитінде 12-53. Ол да кассирдің дебиторлық берешегі. Сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден ақша түсті. Ол дебетінде 10-10, кредитінде 12-10. 12-10 шоты сатып алушылардың дебиторлық берешек шоты. Енді кассадан есеп беретін тұлғаға ақша берілген кезде дебетінде 12-51, кредитінде 10-10. Кассадан енді кассаға түсіп жатырған жоқ, бұл арада кассадан ақша беріліп жатыр. Сондықтан бұл арада шығыс касса ордері толтырылады және касса шоты кредитінде жазылады, ал дебетінде 12-51. Есеп беретін тұлғалардың дебиторлық берешегі шоты. Кассадан қызметкерлерге еңбекақы төленді. Дебетінде 33-50, еңбекақы бойынша берешек, кредитінде 10-10 касса шоты. Кассадағы артық ақшаны банкке өткізген кезде дебетінде 10-30, есеп айырысу шоты, кредитінде 10-10 касса шоты кредиттеледі. Кассадағы ақшалай қаражаттың бар жоғын айқындай және қатаң есептегі бланктерді парақтап санау шығу жолымен түгендейді. Түгендеу қорытындысы ақшалай қаражаттың бар жоғын түгендеу актісімен рәсімделеді. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.